Бірінші сабақ. Сәлемдесу. Бір күні ғалым мен бай сөйлесіп тұрады. Кедей адам өтіп бара жатып, ғалымға басын иіп сәлем береді. Ғалым да басын иіп сәлемдеседі. Бай: «Білімі бар ғалымсыз, неге сонша иіліп сәлемдестіңіз?» деп сұрайды. Сонда ғалым: «Ол кісі әдептілік көрсеткенде, мен одан әдепсіз болып көрінсем, дұрыс па?» деген екен. Ыбырай Алтынсарин. Сәлемдесе білеміз бе? Сіздер бір-біріңізбен сыпайы, әдепті сәлемдесуді, алғыс айтуды, кешірім сұрауды, қоштаса білуді, қарым-қатынас жасауда өзіңізді қалай ұстауды білесіздер ме? Әдепті адам қайда болмасын? Мектепте, үйде, қонақта болсын, барлығымен бірінші болып амандасады. Амандасу кездескен адамдардың бір-біріне амандық тілеуі, бір-бірінің хал жағдайын біліп, қуанышқа бөлеуі. Адамның шынайы амандасуы оның ізгілігі мен әдептілігін көрсетеді. Өз жолдастарыңызбен сәлем деп амандассаңыз, үлкен адамдармен олай амандаса алмайсыз. Үлкендермен ассалаумағалейкум, сәлемәтсіз бе, аман саусыз ба деп амандасасыз. Әдепті адам әрбір танысымен амандасады. Егер ол танысын алыстан байқаса, көшеде айқайлап амандаспайды. Ол қолын көтеріп, бас киімін шешіп, немесе басын иіп амандасу ишаратын білдіреді. Үлкендермен келе жатқанда, олар кіммен амандасса, сіз де ол кісілерді танымасаңыз да амандасуға тиістісіз. Естеріңізде болсын. Амандасудан жалтару ол әдепсіздік. Ал берген сәлемді алмау ол барып тұрған тәрбиесіздік. Отырған күйде амандасуға болмайды. Міндетті түрде орныңнан тұрып амандасу керек. Ал біз мектепте ерекше амандасамыз. Сынып бөлмесіне кірген мұғалімді орнымыздан тұрып қарсы аламыз. Күнде үйінің қасынан көрші атамды көремін. Жүгіріп кеп асыға оған сәлем беремін. Қолымды ол күліп кеп, иіліп тұрып алады. Міне нағыз жігіт деп сүйсініп бір қалады. Мүбәрак Жаманбалинов. Сәлемдесу. Адамдардың бір-біріне лебіз білдіруі сәлемнен басталады. Сәлемдесу тұрмыстық қатынастағы сөз басы. Сәлем сөз анасы, сөздің қасиеті. Кішінің үлкенге сәлем беруі, үлкеннің құрмет көруі, жастың ізеттілік білдіруі. Сәлемдесу әдебін біл. Сәлемдесудің әдебінің ең басты шарты жылы лебіз. Қабағын түнертіп, жүзін суытып, немесе сүйкімсіз тыржиып, естілер-естілмес сәлем беру ізеттілік емес, керісінше кісінің көңіліне қаяу түсіру. Сәлемді селқос қабылдау, қолының ұшын ғана беріп кекірею, жақтырмаған кейіп таныту, инабатсыздық, көргенсіздік белгісі. Күнде үйінің қасынан көрші атамды көремін. Жүгіріп кеп асыға оған сәлем беремін.
Қолымды ол күліп кеп, иіліп тұрып алады. Міне нағыз жігіт деп сүйсініп бір қалады. Мүбәрак Жаманбалинов. Сәлем, сәлем, шапалақ соғайық. Сәлем, сәлем, шапалақ соғайық. Көке керіліп, аяқты ұстайық. Айналып тұрайық, сәлем жолдайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Көке керіліп, аяқты ұстайық. Айналып тұрайық, сәлем жолдайық. Сәлем, сәлем, шапалақ ұрайық. Сәлем, сәлем,